Hürmetli қалайық, мен мынау ғалекеңіз Сүйгенжан әнінің қысқаша бір шығу тарихын айтып өтейін. Ғарифолла Құрманғалиев бұл қазақ халқының жезімді күміс күмей әншісі болып өткен адам. Оны енді көрген естіген адамы тоға тиіс емес. Біздің ұстазымыз болды. Мынау менің қолымдағы домбырам сол кісіден аманат қылып маған қалдырған аспап. Бұл аспаптың қазір жасалғанына 90 жыл болып отыр. Ғалекең 1934 жылы өмір саласына келгенде, сонда Қасым Қамаров, оның шәкірті Романенко деген Ленинградтан алдырып, осы сондағы өнер шеберлерінің аспаптарын жасатып, сондағы соғыстың қолынан шыққан домбыраны Ғалекең осы кешегі елімізде концерттік сапарда жүргенде тартып қолданып, кейін өзі ауырып, содан кейін маған табыс етіп беріп кеткен болатын. Содан мен тартып беретін. Жаңа Сүйгенжанның қысқаша тарихы 1943 жылы отан соғысы кезінде қазақстандық өнер шеберлері Қазақстанның жауынгерлеріне барып Прибалтика майданында концерт бергенде, сонда бір Алматыдан барған үйленгеніне 3 ай болған бір жас жігіт Ғалекеңе келіп, аман сау Алматыға барсаңыз, менің бір аман екенімді айтсаңыз, Алматыда сүйген жаным келеді, 3 ай қосып майданға алып кетті деп сәлем айтады. Сол кезде Ғалекең блиндажда отырып, шамның жарығымен осы Сүйгенжан әнін ұйқастырып, жаңағы жас жауынгер сүйген жігіт болып, Алматыдағы қалған жарына арнап шығарған тексті ән екен. Соны мен Ғалекеңнің баяғы көрсетіп кеткен ізімен айтып берейін. Salғанымның әсерін ай асқақтаған, асыл қорбып айтылдау арнап саған ау Сүйгенжан. Қатар көрме ішінде орылып бөлек, атқандай шығысқан қандай едің ау Сүйгенжан. Жақсыдан жанымсың, бақытым барымсың, арманың тілеген бір жерден табылсын. Керек-еміз өмірге бір барайық, дала өртеп оясым қырғызайым ау Сүйгенжан. Тату сағат тәтті күн ақыл оймен, жақсыма тән үлгі бол жырланайық ау Сүйгенжан. Барыңтан өзіңде, бір ауыз сөзіңде, жанарың жанып тұр, жалт еткен көзіңде. Жақсыдан жанымсың, бақытым бармысың, арманым тілеген бір жерден табылсын. Қошеметтеріңізді білдіріп қойыңыздар, Қайдар Өтеғалиев. Енді сахна назарына шығарып саламыз. Әрине сіздердің ыстық ықылас құрмет қошеметтеріңізді қатты соғып қойыңыздар. Бүгінгі берекенің, бүгінгі кештің иесі.